Қатесіз диктант жазудың қадамдары. Ол үшін біз мына 5 қадамды орындауымыз қажет. 5 қадамымен таныс болыңыздар. Біріншісі, дайындық және зейінді шоғырландыру. Екінші қадамы, зейін қойып тыңдау. Үшінші қадамы, сөздерді ажырату. Төртінші қадамы, дәл жазу. Бесінші қадамы, түзету және қайталау. 5 қадамға жеке-жеке тоқталатын болсақ, біріншісі дайындық және зейінді шоғырландыру. Ол дегеніміз, диктантқа алдын ала дайындалыңыз. Оқушы да, мұғалім де диктантқа дайындалуы қажет. Оқушының қалам, қағаз, дәптері дайын болуы керек, оны ештеңе алаңдатпауы тиіс. Екінші қадамы, зейін қойып тыңдау. Диктантқа берілген мәтінді мұқият тыңдау. Әрбір сөз бен сөз тіркестеріне мән беріп, олардың мағынасын түсіну, мәтінді бірнеше рет оқу керек. Үшіншісі, сөздерді ажырату. Диктант кезінде сөздер арасындағы шекараға назар аудару керек. Сөздерді дұрыс ажыратып, араларына бос орын қойыңыз. Бұл қателерді болдырмауға және мәтінді оқуға мүмкіндік береді. Төртіншісі, дәл жазу. Ұқыпты және тиянақты жазуға тырысыңыз. Барлық сөздер мен сөз тіркестерін қатесіз жеткізуге тырысыңыз. Егер бір сөздің жазылуына күмәндансаңыз, міндетті түрде арнайы сөздіктен қараңыз, немесе сөздің түбіріне мән беріңіз. Бесінші қадамы, қайталау және түзету. Диктант жазып болғаннан кейін оны қайтадан мұқият оқып шығыңыз. Мүмкін қателер, түсініксіз сөздер бар шығар, оларға назар аударыңыз. Мәтіндегі кез келген қателерді түзетіңіз. Нақты қадамдармен жұмыс жасасақ, нәтиже көп күттірмейді. Ол үшін диктанттың қадамдарына мән беріңіз.